Бәріңізге сәлем достар, сіздермен Сако кезет арнасы. Достар, біздің кезекті видеомызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде сіздермен бірге посылка ашу видеосы болмақ. Бүгін бізге мінекей кезекті Каспийдан екі посылкамыз келді. Мінекей осындай екі посылка, осыны қазір ашатын боламыз. Бұлар өте кішкентай, бірақ та өте қажет нәрселер. Бұлар не үшін қажет? Ең алдымен соны айта кетейін. Бұлар бізге ноутбугымызды апгрейд жасауға қажет. Жалпы апгрейд деген не десеңіздер, ол дегеніміз компьютерімізді, яғни не болмаса ноутбугымызды улучшать ету, яғни оны жақсарту. Сондай мақсатта мен осы екі посылканы алдым. Енді қазір ашқанда не екенін көретін боласыздар. Енді екеуінің бағасы примерно 30 000 теңгеге шықты. Және де оның қасында бізде мынандай OptiBay сондай нәрсе бар. Осыны да сатып алдық. Бұның бағасы 3,5 мың теңге тұрады. Қазір мен сіздерге бұлардың барлығын не үшін керек екенін айтатын боламын. Енді ал бисмилля деп ашып көрейік посылкамызды. Бұлар бізге Алматы қаласынан келген. Қазір ашып көретін боламыз. Біріншісі бізде мынау. Маған қызық болып тұрғаны. Бұл бізде достар ештеңе жоқ. Бұл бізде жесткий диск Kingston компаниясынікі. Сыртында бізде мінекей hard disk деген жазулары бар, яғни бұл дегеніміз жесткий диск деген мағынаны білдіреді. Енді қазір ашайық. Сыртында күшті сатындары бар. Так, әдемі бізге қоршап жіберді. Яғни упаковать етіп жүрді, әдемі қып. Так, все. Болды. Вот, достар. Мінекей, осындай жесткий диск Kingston компаниясынікі 480 гигабайт памятмен. Бұл не үшін қажет, достар? Бұл компьютердің тез жұмыс істеуіне жауап береді. Яғни қазіргі кезде бізде HDD деген жесткий дисктер тұр компьютерімізде көбіміздің. Енді мынау бізде HDD емес, бұл бізде SSD деп аталады. Ол дегеніміз Solid State Drive деген мағынаны білдіреді екен. Мінекей 10 есе жақсы жұмыс жасайды кәдімгі жесткий дискті қарағанда. Енді ары қарай ашып көрейік, маған өте қызық болып жатыр. Мына ашу опасын сияқты. Мінекей достар, бұл жесткий диск мен ойлағанымда өте кішкентай екен. Кәдімгі новый ес. Дәл осындай. Сырты пластик сияқты. Я пластик сырты. Көріп тұрғандарыңыз айтайық. Warrant void this remover. Так, бізде Kingston 480 гигабайт жесткий дискмен. Бұны енді мен ноутбугыма орнататын боламын. Ноутбугыма орнатқан кезде бұны дисководтың орнына орнатамын, яғни ескі жесткий дискті алмай, осыны қалдыратын боламын. Жақсы, бұл түсінікті. Енді келесі посылкамызды ашып көрейік, достар. Бұл бізден неге осындай посылка. Ашайық. Екі түрлі компаниядан алдым, енді бағасына қарай барынша бюджетпен таңдауға тырыстым. Так. Бұнда? Ішінде басқа ештеңе жоқ. Құр бізде осындай ғана коробка. Бұл бізде ОЗУ деп аталады, яғни көбісі ОЗУ деп түсінеді, яғни оперативный память болды. Бұл бізде так аппа керма қалай оқылатын білмеймін енді. Дәл осындай компанияның оперативный памяті. Қазір ашып көрейік. Бисмилля. Өте жақсы болды, достар. Себебі маған монтаж жасағанда, және де өзім жұмыс жасаған кезде компьютер, яғни ноутбугым всегда қатып қалатын. Мынау енді жақсы болды. Так, Apacer компаниясының жесткий дискі. Так, памяті 8 гигабайт, менде қазір 6 гигабайт тұр, бір 4 гигабайт, бір 2 гигабайт. Енді мұнаны қоссам, примерно 12 гигабайт ОЗУ болатын болады. Это уже ноутбукқа мен үшін нормально.
достар. Мінекей осылай ашылады. Және де давай. Қорқуатым достар, жаман қорқуатым, себебі енді бір жерін сындырып алсам, вот қана болады маған. Вот мінекей осындай кішкентай ғана озу, осының өзі 11.000 теңге ме сондай тұрады. Ал біздің жаңағы бір SSD-шкамыз бұл бізде 18.000-ның маңайында тұрады. Мынау 11.000-ның маңайында. Енді екеуін қоссақ, примерно 30.000 теңгедей шықты. Осы екеуін біз компьютерімізге орнататын боламыз. Енді достар, келесі видеода біз осыны сіздермен бірге өзіміздің ноутбугымызға орнатып көретін боламыз. Сол видеоны күтіңіздер, міндетті түрде шығаратын боламын. Бүгінге сіздермен осындай посылка ашу видеосы болды. Видеоны ат деген ойдам. Видеоны сау лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар достар.